أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Қазақша, арабша Құран оқу 75-ші Әл-Қияма сүресі. Әл-Қияма деген мағынасы көріңіз. 75 қайта тірілу. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жоқ, қиямет күніне серт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. لا أقسم بيوم القيامة. Сондай-ақ өзін өзі жазғырушы нәпсіге де серт. ولا أقسم بالنفس اللوامة. بالنفس اللوامة. Адам баласы бізді өлімнен кейін шашылып қалған сүйектерін жинап қайтадан тірілтпейді деп ойлай ма? Аяхсабул инсану аллан наджма'a изама. Әрине жинағанда қандай, тіпті біз оның саусақ іздерін де қайтадан қалпына келтіруге құдіреттіміз. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. Алайда адам баласы дүниеде күнәға батып, өз білгенінше өмір сүру үшін алдындағы қиямет күнін жоққа шығарғысы келеді. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. Сөйтіп ол ақырет сенімін мазаққа айналдырып, әлгі қиямет күні қашан деп сұрайды. Ясәлу айяна яумул қияма. Қатты үрейден көздер қарығып қарауытқан. Фаиза бариқал басар. Ай тұтылған. Ва хасафал қамар. Және күн мен ай бір-бірімен тоғыстырылған кезде. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Міне сол күні адам баласы қашатын жер бар ма дейді. يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. Жоқ, ол күні бас сауғалап паналайтын жер жоқ. Кәллә лә уәзір. Ол күні бәрінің барар жері Раббыңның құзыры болмақ. Илә роббика яума изил мустақар. Ол күні адам баласына дүниеде өз қолымен істеп ақыретке жолдаған жақсы жаман істері мен істемей кейінге қалдырған барлық істері түгелдей білдіріледі. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. Сөйтіп адам баласы өз-өзіне қарсы куә һәм айғақ болады. بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ. Ақталып, қанша жерден сылтау айтса да солай болмақ. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ. Уа Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, өзіңе уахи келгенде оны бірден жаттап алайын деп тіліңді асығыс қимылдатпа. لا تحرك به لسانك لتعجل به. Өйткені оны сенің жүрегіңе толық жинау һәм өзіңе оқыту, яғни Құранның толық жиналуы мен оқылуын қамтамасыз ету бізге тиесілі іс. Инна алейна джам'аху ва Qur'ана. Ендеше біз оны оқыған кезде, яғни Жебірейіл алейхиссалам періште саған уахи жеткізіп жатқанда, сен оның оқылуына мұқият құлақ асып, ілесіп отыр. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Содан кейін оны тәптіштеп түсіндіру де бізге тиесілі іс. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ.
Жоқ, сендер қолма-қол пайданы, яғни көз алдарыңдағы қу дүниені жақсы көресіңдер. Соған аңсарларың ауып, соңында жүрсіңдер. Кәллә бәл тухиббунал аджила. Ал ақыретті ескермейсіңдер. Ватазарунал ахира. Кейбір жүздер ол күні қуаныштан бал-бұл жайнайды. Уджуху яума изин надира. Раббыларынан көз алмайды. Иля роббиха назира. Енді бір жүздер ол күні тұнжыраған кейіпте. وَأُجُوهُ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ. Бел омыртқаны үзіп түсетін ауыр соққы жейтіндіктеріне, яғни адам айтқысыз ауыр азапқа душар болатындықтарына көздері жетеді. تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ. Жоқ, жан алқымға келген сәтте. كلا إذا بلغت التراقي. كلا إذا بلغت التراقي. Бұны айықтырып аман алып қалатын кім бар делінеді. وقيل من راق. Міне сонда жаны алқымға тіреліп, хал үстінде жатқан пенденің жақындарымен айырылысатын сәттің таяғанына көзі анық жетеді. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. Жан тапсырудың азабынан қос сирақ бір-бірімен айқасады. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. Сол күні бәрі Раббыңның дәргейіне айдалады, жөнелтіледі. Иля роббика яума изил масақ. Әлгі өлім аузында жаны қысылған адам дінге де сенбейтін, намаз да оқымайтын еді. Фәлә саддақа вәлә салла. Қайта дінді мойындамай, талаптарынан сырт айналатын еді. Вәләкин кәззәбә вәтәвәллә. Онымен қоймай өзінің әлгіндей жат қылығына мәз болған кейіпте кердеңдей басып үй ішіне қайтатын. Сумма зәһәбә илә әһлихи ятаматта. Ендеше сауап болды саған, сауап болды. Әулә ләкә фәәулә. Сауап болды саған, сауап болды. Сен осынау жазаға лайықсың. Сумма әулә ләкә фәәулә. Адам баласы өзін елеусіз, ескерусіз қала беремін деп ойлайма. Әяхсабул инсану ан ютрака суда. Ол кезінде ытқып шыққан бір тамшы шахват суы емес пе еді. Әләм яку нутфатам мин манийин юмна. Әләм яку нутфатам мин манийин юмна. Артынша ана құрсағына сүліктей жабысқақ нәрсеге айналды. Сөйтіп, Аллах Тағала оған келісті кескін келбет беріп адам етіп жаратты. Сумма кәна алақатан фәхалақа фәсауа. Һәм одан қос жыныс түрінде ер мен әйелді жаратты. Фәжәәлә минху зәужәйни зәкәра вәл унса. Сонда мұның бәрін істегеннің, яғни Алланың өлілерді қайта тірілтуге құдіреті жетпей ме?
أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Келесі Әл-Инсан сүресі. Әл-Инсан адам деген мағына береді, шатаспасам. Сана иесі. Бұл бізде қазір 19-шы аятқа дейін оқиды екенбіз, иншалла. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Заманы ағымында сондай ұзақ дәуір өтті. Ол дәуірде адамның аты дағы аталмайтын еді. Яғни жаратылыс тарихында адамның аты тұрмақ заты жоқ кезеңдер болған еді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Шүбәсіз біз адам баласын ер мен әйелден бөлінген сан алуан элементтерден құралған құрама тамшыдан жараттық. Сөйтіп оны сынау үшін еститін һәм көретін саналы тіршілік иесі қылдық. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Оған тура жолды да көрсеттік. Енді қаласа осынау нығметтердің қадірін біліп, тура жолмен жүретін шүкіршіл болар. Қаласа күпірлік қылып, теріс жолдарға түсетін рахметі жоқ кәпір болар. Инна хадайнаху сабила имма шакиран ва имма кафура. Біле білсеңдер, біз кәпірлер үшін шынжырлар, бұғаулар һәм жалын атқан от дайындап қойдық. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. Ізгі жандарға келсек, олар кеселерге құйылған хош иісті кафур қосылған жәннат сусынын ішеді. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. Ол сондай бұлақ, одан Алланың хас құлдары сусындайды, һәм оны өздері қалаған бағытқа бұрып ағызады. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. Аллах Тағаланың аталмыш хас құлдары атаған нәзірлері мен тиісті міндеттерін лайықты түрде атқарады, һәм кесапаты жер әлемді жайлайтын күннен қорқады. Юфуна бин назри ва ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Өздері мұқтаж болып, ауыздарының суы құрып тұрса да, пақыр міскінді, жетім мен тұтқынды қуана-қуана тамақтандырады. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Һәм оларға біз сендерді тек Аллах Тағала разылығы үшін тамақтандырудамыз. Бұл жақсылығымыз үшін сендерден ешқандай қарымта да алғыс та күтпейміз. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Шүбәсіз біз адамның түрін қашырып, қабағына кірбің түсіретін алапатты күн туғанда Раббымыздың жазасына ұшыраудан қорқамыз дейді.
إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Аллах Тағала оларды сол күннің кесапатынан сақтайды, һәм оларды жүздері бал-бұл жанған шат-шадыман күйде қабылдайды. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. Бірінші арабшасын оқығам дұрыс па екен, қазақшасын оқыдым ғой негізі. Арабшасын бірінші оқып көрейінші. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Сабыр еткені үшін оларға жаннатты нәсіп етіп, кіл сусылдаған жібек киімдер кигізеді. Жұмақта салтанатты орынтақтарға шалқая түсіп, жайғасып отырады. Бұдан бұлай олар онда күннің аптап ыстығында бет қарыған аязды да көрмейді. Муттакиина фиха алал араик ла ярауна фиха шамсан вала замхарира. Оларға жаннат бақшаларындағы ағаштар саясын түсіреді және шоқ-шоқ жемістері қол созым жерде тұнып тұрады. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. Олардың маңынан айналсоқтап шықпайтын жұмақ қызметшілері оларға күміс ыдыстар және мөп-мөлдір қадақтармен зыр жүгіріп алуан түрлі сусындар тасиды. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا. Мөп-мөлдір күміс қадақтармен сусындар тасиды. Ішетін сусындарының түрі мен мөлшерін өздері белгілейді. قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. Оларға хош иісті һәм сондай ләззатты жұмақ дәмдеуші зәнжабил қатылған сусынға толы қадақтар ұсынылады. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. Бұл сусындар байыппен үздіксіз ағып тұратын сәлсәбил атты бастаудан құйылады. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا. Садақаллахул азим. Әл-Инсан сүресінің 18-ші аятымен тамамдадық.